Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге тіл үйретін әрі өте жұп-жұмсақ болып шығатын пирожки дайындаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда менің рецептерімді бірінші болып көресіздер. Сонымен пирожкиді жасауға кірісейік. 200 мл ыстық қайнаған суды ыдысқа құйып, үстіне 150 грамм ұн салып араластырамыз. Ыстық қамырды суығанша шетке ала тұрамыз. Бөлек ыдысқа 200 мл жылы сүт, 1 ас қасық қант және жарты ас қасық шамасында ашытқы салып араластырамыз. Бетін жауып 5-10 минутқа жылы жерге қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің ашытқымыз осылай көтерілді. Енді оның үстіне бөлме температурасына дейін суыған қамырды саламыз. 1 шай қасық тұз, 450-500 грамм шамасында електен өткізілген ұн және 100 грамм ертілген сары майды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай жұмсақтықта болуы керек. Қамырдың бетін жауып 1 сағатқа ашытуға жылы жерге қоямыз. Осы уақыт аралығында пирожкидің ішіне салатын салмасын дайындайық. Табаны отқа қойып, 50 мл өсімдік майы мен 30 грамм сармай салып қыздырамыз. Үстіне 5-6 дана ұсақтап туралған пиязды салып, орташа отта қуырамыз. Пиязды шамымен 2-3 минуттай қуырамыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ. Үстіне жарты килограмм ет тартқыштан өткізілген етті салып, қуыруды жалғастырамыз. Етті де көп қуырудың қажеті жоқ. 2-3 минуттай қуырылса жеткілікті. 1 шай қасық тұз және жарты шай қасық қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Табанның бетін жауып, астын ең төменгі градусқа қойып, 15-20 минут шамасында бұқтырамыз. Біздің қамырымыз да осылай ашыды. Енді оны кішкентай тең бөліктерге бөліп шығамыз. Ет піскен соң бөлме температурасына дейін суытамыз. Етті немесе кез келген пирожкиға арналған салманы ыстық күйінде қамырға салмаңыз. Қамырларды бір-бірлеп алып, осылай қолмен шамалы жайып, 1,5-2 ас қасық шамасында салмасын салып түйеміз. Табаны отқа қойып, өсімдік майын құйып, жақсылап қыздырамыз. Май қызыған соң, орташа градусқа қойып, пирожкиларды бір-бірлеп салып, орташа отта пісіреміз. Біздің тіл үйретін әрі жұп-жұмсақ болып пісетін пирожкиларымыз да дайын. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.